Ассалаумағалейкум. YouTube'ға видео түсірмегелі біраз болды. Мынау біздің биыл бұзауларды сатып жібергем. Соның ішінде бір үшеуін алып қалғам, байлап. Кейін бұларды сатып орнына басқа бұқалар аламын деп. Мына сол үшеуі. Бұлар сол ақпан наурыз айында туғандар ғой. Атыспасам. Әкелер Әулиекөл. Мынау біреу, екіншісі мынау, үшіншісі мынау. Мынау енді аңғысқа ұқсап кеткен. Бірақ шешесі қара сиыр. Әкесі Әулиекөл. Содан түскен бұзаулар. Өзім бұзаулар. Бұларды бұқалыққа сатсам ба деп отырмын. Қазір жемдеп отырмын. Шешелері де жақсы. Қандай әйбет. Мынаның ішке мүйізі болып түсті, бірақ денесі әйбет әрі болып түсті. Әкелер ішкен сарғыш келген. Оған күз сияқты болды. Көктемге ұстаймын, бұйыртса. Шешелер жағынан кенеткіз. Әкелерін былтыр байлағанда бос байлауда жүрді. 3 ай ма жемдеп етке тапсырдым. 150 килограмм берді ғой. Қазір күйлер. Бұлар енді кіргеніне жақында ғана кірді. Bir ай болды ма, болмады ма? Ойларды әйбет. Көктемде бұқалыққа нағыз жарап тұр ғой. Мына жақта биыл кенже туған таналар, бұзаулар. Бұларды да біразын бөліп алдым. Бір-екі бұзау туған сиыр жақында. Соның бұзаулар. Осы жерге күндіз бір тана алдына ауыртқап осылар қосып қойған.